Ассаламу алейкум. Бүгін 15 минут ішінде үйде ірімшік жасаймыз. 5 литрлік ыдыс алыңыз, 3 литр сүті ыдысқа құямыз. Үй сүтін таңдағаныңыз жөн. Мен дүкеннің 3,2% майлылығы бар, көп уақыт сақталмайтын сүтінен алдым. Енді осы кастрюльді газға қойып, сүтіміз ыдыстың түбіне жабысып қалмау үшін жиі араластырып тұруымыз қажет. 9% сірке суынан 21 мл алып, оны 1:1 мөлшерінде сумен араластырамыз. Сүтті 90 градусқа дейін ысытуымыз қажет. Артынан сумен араластырған сірке суды сүтке қосамыз. Егер де сіздің термометріңіз болмаса, сүтті қайнар деңгейге жеткізіңіз, бірақ қайнатпаңыз. Бұл сәтте сүтіміз ірей бастайды. Сүттің ірімшігі бөлінген кезде газды өшіреміз. Терең бір ыдыс және сүзгі, сонымен қатар 2 бүктелген дәке дайындап қойыңыз. Дайындаған сүзбемізді ыдысқа салып, дәке мен қақпағын жауып қойыңыз. Осылайша 1-2 минут күтеміз. Бұдан кейін дәкені ашып, ірімшікті тақтаға аударып алыңыз. Үстіне тұз сеуіп, қайтадан дәкеге орап қоюымыз керек. Ірімшікті осы күймен сүзгіге қойып, тағы 10 минут ұстауымыз керек. Дәкемізді ашып, ірімшіктің тұздалмаған жағын тұздаймыз. Кейін ірімшікті тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қоямыз. Осылайша адыге ірімшігі дайын болады. Ірімшігіміз өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Ең қуантар сәт бұл ірімшікті әркімнің дайындай алатындығында. Астарын дәмді болсын. Осы рецепт сізге ұнайтын болса, лайк басыңыз, пікіріңізді жазыңыз және біздің арнамызға жазылыңыз. Қоңырауға басуды ұмытпаңыз, сонда сіз әрдайым жаңа видео көретін боласыздар.